Менің туған өлкем Алматы. Алматы әсем қала. 1000 жылдық тарихы бар бұл шаһар көпсін өзінің көркімен баурайды. Менің туған өлкемнің символы қар барысы. Қар барысы мысық тұқымдастарының ерекше өкілі. Олар әлі күнге дейін Іле Алатауын мекендейді. Ғалымдардың айтуынша қар барысын тек Алматы қорығы аумағынан ғана емес, Әл-Фараби даңғылынан оңтүстікке қарай 5-10 шақырым жерден де кездестіруге болады. Айта кетсем, қар барысы санының азаюына байланысты ол қызыл кітапқа енетін жануарлар қатарына кіреді. Қазақстанда бүгінде 130-ға жуық қар барысы болса, ал әлем бойынша ол 7000-нан да аспайды. Бұл Қазақстандағы ұлттық Іле Алатау паркі. Дәл осы жерде барыстар мекендейді. Қалада мәдени демалыс орындары өте көп. Солардың бірі әрине Көктөбе. Жасасаң сыйластыққа қадам, тұрғындары да трамвайында имамын десек те қанша. Алматы алақандағындай көрінетін дәл осы жер. Алатау бөктерінде орналасқан әсем қалаға келген туристер болсын, өзге өңірлерден келген жұртшылық болсын, осы Көктөбеге соқпай кетпейді. Мұнда қаланың дәл ортасынан 5 минуттың ішінде аспалы жолмен келуге болады. Расында бұл жердің атмосферасы бөлек. Қаланың әсем көрінісі, таудың таза ауасы, үлкені де, кішісі де бірдей демалатын орындары бәрі қосылып адамға ерекше көңіл күй сыйлайды. Алматы үлкен белестерді бағындырған қала. Алматы қаласының болашағы біздің қолымызда.